саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен Ахмединова Жанат, менің главный спонсорым Қарлығаш. Біз қазір Астана қаласындамыз. Саламатсыздар ма? Сәлем. Біз бүгін біздің продукциялар туралы айтқымыз келген. Компанияның негізгі алдыңғы өнімдерінің бірі ол Pavlov Spring спрейі. Жаңағы бүкіл бальзам, жаңағы бүкіл осы компанияның продукцияларының барлығы спрей арқылы жасалған. Спрейдің негізгі жасалу жолдары 1957 жылы жаңағы холодная война дейді ғой, кеңес үкіметі мен жаңағы басқа шетел ақш үкіметінің арасындағы жаңағы нелерге байланысты, келеңсіз жағдайларға байланысты екі жаңа ел соғысқа дайындалған кезде сондай әскерлердің күш қуатын арттыру үшін жаңағы сондай басқа елдің табиғатына жаңағы сондай соғыс болған уақытында сондай керемет өздерінің қабілетін сақтап қалу үшін, адам организмі тез восстановить ету үшін. Сол үшін мына спрейді ойлап тапқан екен. Негізгі спрейдің жасалу жолы 189 шөптің құрамымен жасалған дейді. Сығындысынан шөптің жаңағы вытяжкасы дейді. Орысша айтқанда шөптің сығындысының жаңағы клеткаға жететін қылып істеген. Сондықтан да нано деп айтылады. Нано деген сөз жаңағы клеткадан да кішкентай бөлшектерден тұрады. Оның түйіршігінен де 100 есе, 1000 есе кішкентай деген сөз білдіреді. Сондықтан да ол жаңағы адамның клеткасына тез сіңіп, суды тазартатыны сол қасиетті осы бальзамға жаңағы тез сіңетін қылып екі бальзам жасаған. Бұл бальзамның құрамы біреуі мангустинмен, екіншісі жаңағы гранатпен істелген. Бұл тез сіңетін қылып істелген. Адамға тез әсер ететін қылған ғой. Біздің түсінігімізше біз айтамыз, мысалы мен адамдарға айтқанда жай айта салам. Сізге көмектеседі, бәрібір көмектеседі, ойлаңыз солай. Қалай ішсеңіз де көмектеседі деп. Өйткені көп айтып түсіндіріп жатсам, олар ары қарай уже оны түсіндіру қиын. Өйткені оқымасаңыздар, өздеріңіз кішкене болса сауаттарыңыз жетпей жатса, менің де түсінігімше бұл организмді тек қана тазалап қоймай, шлактардан жаңа бүкіл токсин, бәлен жыл ішкен тамағымыздан қалдықтар организмде тұрып қалады екен. Соның барлығын шығару керек. Ол тер арқылы болсын, жаңағы сіздің организм бөліп шығарған зәр арқылы, үлкен дәрет арқылы да шығуы мүмкін. Оның барлығын жаңағы өзіңіз қолданған кезде көресіз. Жаңара бастайсыз, бетіміз өзгерді, менде жаңағы өзім достарым айтатыны, сен басқаша болып кетіпсің, өзгеріп кетіпсің деп айтады. Өйткені адамның ішіндегі токсин шлак шыққан кезде зашлакованный организм сол неге пайда болады? Адам тез ауырып қалатыны, иммунитеттің слабы болатыны зашлакованный болады. Шлак шықпай, организмдегі артық нәрселердің бәрі қозғалмай, ол бәрібір ауыра береді. Сондықтан да ең бірінші жаңағы денсаулығыңызды күшті керемет күтетін адам болсаңыз, өзіңізді ойласаңыз, бальзам мен жаңағы спрейді алып ішіңіздер. Иммунолюкс бар, ол жаңағы организм ВИЧ ауруымен ауырған. Бізде жаңағы офиста оқып жатқан кісі бар, Григорий, келіп фамилиясын ұмытып қалдым, сол кісі келіп сабақ өткізіп жатыр, келіп қатысыңыздар. Ол кісінің айтқан көп мәлім жаңағы результаттар өте көп Россияда болып жатқан, сол туралы айтады. СПИД, ВИЧ ауруларын, иммунитеттің жаңағы түсіп кетуіне, сол болған пайда болған ауру ғой, ол жаңа приобретенный нәрсе, оны тез жазуға болады. Соның өзінде де мысалы айтады, ең бірінші адамға сенім керек. Мысалы мен осы продукцияға сенбесем, сізге айта алмаймын. Сол сияқты біз YouTube каналы арқылы шығып адамдарға таныстырып жатырмыз. Негізі егер соны айтады, көбінің сұрайтыны, неге бұл аптекада сатылмайды дейді. Аптекада сатпайды, әрине сатпайды. Өйткені бұны бұлай таратпасақ, бұл жаңағы медицинаның, енді медицина бұларға қарсы деп айта алмаймыз, бірақ та бұл өте жаңағы тез тарау үшін біз өзіміз таратуымыз керек. Аптекарша сізге осының құрамын айту үшін оған кем дегенде 10 минут уақыт керек. Енді сіз есептеңіз. Сізге ол осының құрамын түсіндіріп айтып бере ме, әлде өзінің саудасын жасай ма? Сол себептен біздің сіздерге шығып жатқанымыз сол себептен. Біз өзіміз бір-бірімізге көмектеспесек, жаңағы шетелдің дәрілерін көп, мысалы кальций ішіп деп айтады. Кальцийдің өзі жаңағы кешегі біздің врач айтқандай, дәрігер айтып өтті, кальций ауамен де келеді екен. Алланың жаратқаны несі, жаңағы біз сумен, немен, бәрімен аламыз, ауа арқылы да бізге сол түседі екен қанымызға. Сондықтан да ойламаңыздар, мынау дәріні ішіп, тек қана
жаңағы өзім ауруымды емдеп аламын деп ойлайды ғой. Ол дәрінің келесі бір несі болады. Жаңағы артроздан емделіп жатқан кісі асқазанын құртып асқазанын құртып алды, жаңағы неше түрлі аллергия шығып кетті үстіне. Өйткені ол дәрі неден жасалғанын білмейді. Біз өзіміз көзімізбен көріп тұрғаннан кейін жаңағы бүкіл врачтар кім жұмыс істеген, кім қандай еңбек сіңірді. Осы бальзамды жаңағы Павл Спрингті істеу жолында Нұрлан Маратовичтің еңбегі өте зор. Қазақстанға осы Павл Спрингті сол кісі жаңағы доработка жасап, жаңағыдай өз қолымен жасап шығарған өнім. Бұл Қазақстанның өнімі. Соны Россияның адамдары мысалы айтып жатыр ғой, өлең шығарып, жаңағы өлеңдерін айтып, наши зубные біз соны айта алмаймыз, ұяламыз айтуға. Негізгі мысалы қараңызшы, даже Дневной ночь деген зубной пастасының өзі мен офиста отырған кезінде Алматы қаласында осы зубной пастадан результат алып келген кісілер болды. Стоматитті бір күнде кетіреді. Мына зубной пастаның кереметтігі сондай. Еттің жаңағы бөлініп қалған тістері ажырап кетеді ғой үлкен кісілердің, соның барлығын орнына қояды екен. Еттерін орнына қояды. Мынау дневной, енді бұны пайдаланып көрген адам ғана айта алады. Басқа компаниялардың зубной пасталарынан жай болып қалады. 1000 есе 100 есе мықты десем өтірік айтпаймын. Енді бұл сіз көрдіңіз бе өмір бақи 189 шөптің қосындысынан жасалған зубной паста көрдіңіз бе? Мысалы тіс пастасын көрген жоқсыз. Біздің компанияда ғана бар. Негізі 6-7 шөптің өзі ондай керемет бүйтіп қосынды беріп жатса, соны бәлен елге айтып, соны айтып шетелдерде мысалы. Бұл мысалы қазақстандық өнім десеңіз, біздің өзіміздің қазақстандықтар қарсы сөз айта бастайды өзіңізге. Ал енді мынау американский деп алып келіңізші бір нәрсені, мысалы мынаны бір американский деп бір бүйтіп затты көрсетсеңіз, соны өліп қырылып алады ғой. Енді біз өзіміздің қолымызда тұрған алтын өнімдер, біздің патриот болыңыздар еліңізге. Біздің асқазанымызға арналған нәрселер. Мысалы сіз жаңа кальцийді, маған көп звондайды кісілер, сонда айтады. Біз кальций ішіп жатырмыз американский дегенде. Сіз Америкада тұрып жатқан жоқсыз ғой деймін. Ең біріншіден 19-20 мың тұрады мынандай. Иә, өйткені сіз теңіздің жағасында тұрып жатырсыз. Мен японский кальций ішіп жатырмын деп звондайды маған кісілер. Сонда сіз Японияда тұрмайсыз ғой деймін. Өйткені Японияның адамдары немен тамақтанады? Теңіздің өнімдерімен тамақтанады. Бізде теңіз жоқ қой жанымызда. Біз балық жемейміз, біз ет жейміз, нан жейміз. Ет жейтін адамдарға күшті көмегі болып жатқан негізі мына якуттарға, содан кейін біздің қырғыз халқына, сосын өзіміздің енді ет жейтін халыққа көп көмектесетін. Өйткені мына организмде еттің өзі сондай ауыр не создавать етеді ғой. Тез қорытылатын ет жылқының еті ғана екен. Біз сондықтан да жылқының етін, қазақ жерінде жылқының етін ғана жейміз ғой көбіне. Басқа ұлттар мысалы еттің жаңағы ауыр жеңіл несі түсу үшін, организмге тез жеңіл өту үшін жаңағы мына бальзамдарды ішсеңіз тез результат береді, тез қорытылатын тамақ. Мысалы бұрын тамақ ішкен кезде бір тяжесть сондай ауыр сезініп тұрсаңыз, бальзам ішкеннен кейін соның барлығы жойылады. Организм жаңағы өз-өзін қалыпқа келтіре бастайды, өз-өзін емдейді. Бұл организмді бальзам емдемейді. Бальзам арқылы сіз өзіңіздің организмін қайтадан құрылып перезагрузка жасағанын көресіз. Қайта организм өз күшін пайдалана бастайды. Мысалы сіз асқазанның соғы 200 градус екен жаңағы. Представьте, спирттің несі 90 градус болса жаңағы көрсеткіші, организмдегі асқазандағы соқтың сол 200 градус екен. Сол 200 градус жаңағы барып түскен нәрсенің барлығын ол қорыту керек. Сондықтан да суды ішкенде де неғұрлым жылы су, ыстық су ішіңіз, тамақта да салқын ішпеңіз. Оның барлығы бүйрекке әсер етеді. Адамның жүрісіне қарап, жаңағы врачтардың өзі біледі екен, қай жері ауырып тұрғанын. Мысалы, ол арқасы ауыра ма, арқасы ауырса, ең бірінші ол жылулықтан екен. Адам біртүрлі қисайып жүре бастайды. Сосын барақта оның бүкіл движениесі, мысль өзгереді, даже ой өзгереді, сөз өзгере бастайды. Ауру адамнан дұрыс сөз де шықпайды ғой. Мысалы, сол сияқты сіз өзіңізді дұрыстасаңыз, өзіңіздің мысліңізді дұрыстасаңыз, даже сөзіңізді дұрыстасаңыз, бұл тамақ есебі. Сіз күнде қант жейсіз, нан жейсіз, асқазаныңызды толтыру үшін, бір күнде аш қалмау үшін тамақ жейсіз ғой. Дәл сол сияқты бұл да тамақ, бірақ бұл клеточный питание. Енді спреймен мына екеуін бірге пайдалану керек негізі. Мынау таңертең ішкен уақытта күні бойы мына судың өзін суды мына 500 литр суға жетеді бір адамға. Сол үшін де 6 ай 7 айға дейін пайдалануыңыз болады. Егер семьяңызбен пайдалансаңыз 2-3 айға дейін жетеді. Сосын жаңағы косметиканы да айтып жатырмыз. Косметиканың өзі бие сүтінен жасалған. Бұның өнімнің өзіне жаңағы спрей қосылған. Сол үшін де
бұның өте жаңағы қасиеті керемет. Адамның терісі өзгереді екен. Бәленбай тез терін сіңіп кетеді. Мынандай косметиканы жаққанда, жаңа кремдерді жаққанда адамның бетінде, менде өзімде солай болады. Бетіңіз демалмайды. Біртүрлі бетіңізге целлофан жауып қойған сияқты. Сондай ощущение болады. Мына біздің косметиканы жаққан кезінде тез сіңімді, қалай сіңіп кеткенін білмейсіз. Және де кожаңыз дышать етеді, кәдімгідей демалады кожаңыз. Жаққанда жақпаған сияқты тез сіңеді. 4 слойға дейін тазартады екен. 4 слойға дейін косметика сіңеді екен. Сол үшін де айтатынымыз, енді соның қорытындысы, өзіміз сөзімізді біз айтуға жалықпайық, сіздер тыңдаудан жалықпаңыздар. Егер керегі бар жерлердің бәрін өздеріңізге, естеріңізге сақтап қалыңыздар. Бальзамды ең кемінде жарты жылға дейін ішу керек, мысалы айтады, 1-2 күн ішкеннен кейін әлі результат жоқ дейді. Сонда 50 жыл ауырған адамда қалай результат болады, 2 күнде ойлаңызшы. Сол үшін де міне ең ақшаңыз жетпей жатса да 3 ай ішіп көріңіздер. 3 айдан кейін результат бола бастайды. 42 күнде, 21 күнде организм өзгереді. 42 күнде клетка өзгереді. Сол әбден бейімделгенше, өз организм өзіне жұмыс істей бастағанын көргенше ішуді тоқтатпаңыздар. Қайтадан іске қосылған завод сияқты, фабрика сияқты организм өзін жұмыс істеп емдей бастайды. Сумен тазарады, бұл организмді су арқылы емдеу ғой. Негізі бірінші күннен бастап бальзам ішкенде су іше бастайсыз, өйткені тамағыңыз құрғап, суды қажет етіп тұрады. Суны ішіп отыру керек. Мөлшері қанша өзі керек екен организмде, қай уақытта ішу керек? Сағат 6-7-ге дейін су ішу керек, 5-6-ға дейін. Менің спонсорым Астана қаласында Қарлығаш. Маған шықсаңыздар, Қарлығаш сіздерді қарсы алып отырады. Және де Қарлығаштың командасы Алматыдағы мен көмектесем, солай бірлесіп жұмыс істеуге келіңіздер бізге. Біздің команда қыдырамыз бірге. Бүкіл қалаларды аралайтын боламыз. Қай жақ қаладан шақырсаңыздар да, тіпті екеуміз бірге қосылып келіп бара аламыз сіздерге. Денсаулықтарыңызды түзеп, команда қуатты болыңыздар. Керемет өмір сүруге сіздер лайықтысыздар. Рахмет. Бізді